Бүгін бізде iSpring Suite бағдарламасы. iSpring Suite бағдарламасы электронды курс және электронды тест, диалогты тренажерлар, экранның запись экраны жасауға болады, интерактивті модуль құруға болады және де 3D электронды кітабын құруға болатын электронды бір конструктор болып саналады. Профессионалды электронды конструктор. iSpring Suite бағдарламасын біз қалай бірінші жүктейміз? Ол үшін бізге Google-дан немесе Яндекстан жүктеуімізге болады. Кез келген интернет жүйесінен, мысалы біз iSpring Suite қараңыздар, 9 немесе 10 версиясын жүктей аламыз. Менде 10 версиясы установка жасалынған, сондықтан мен 10 деп басамын. Енді қараңыздар, конструктор электронных учебник курсов iSpring Suite деп тұр. Бұл менде жасауға болады, немесе қараңыздар, біріншісін басасыздар. Егер біріншісі скачать етілмесе, екінші іздеу жүйесіндегі міне мына жерден скачать ете аласыздар. Бұл негізі платный версия. Бағасы міне мына жерде тұр, 47 мың рубль. Бізге оны сатып алудың қажеті жоқ. Бағасы 47 мың рубль. Бізге оның қажеті жоқ, бізге 14 күндік тегін версиясымен жұмыс жасақта жетеді. Ол бітіп қалса, қайтадан скачать етуге болады. Міне попробовать бесплатно басамыз. Яғни демо версиясы бұл. Тегін жүктеледі. Мына жерге өзіңіздің аты жөніңізді, фамилияңызды, емейліңізді және де телефон номеріңізді жаза аласыз. Мына жерде Қазақстан деп тауып аласыздар да, өзіңізді скачать етесіз тіркеп. Мына жерде Қазақстан деген номері бар. Осылай бесплатно жүктеп аласыздар. Жүктегеннен кейін бізде загрузки бөлімінде мынандай драйвер пайда болады. Установочный версиясы міне iSpring Suite 10 деп тұр, мысалы менде. Осыны былай ашасыз. Запустит, ары қарай далі деп установка жасаймыз. Одан кейін рабочий столымызда бізде iSpring Suite деген мынандай бағдарламамыз құрады. Бұны ашқан кезде PowerPoint автоматты түрде негізі ашылады. Мен сақтап алдым. PowerPoint-ты ашқан кезде қараңыздар, біздің қарапайым PowerPoint-ымыз. Оның қасында конструктор, соңында iSpring Suite деген қосымша мүмкіндіктері бар, терезе ашылады. Бұны жаба тұрайық, мен сақтап қойдым. Енді тесты деп тұр. Осыған новый тест жасаймын, немесе анкетада алуға болады. Қараңыздар, новый тест немесе новая анкета. Міне, осындай бізде бір терезе ашылды. iSpring Quiz бағдарламасы, Quizmaker деп тұр мына жерде. Яғни тест жасауға болады. Ең бірінші бұл жерде свойство бар. Осымен танысып алайық. Свойство дегенмен ашамыз. Мына жерде основные свойства. Текстің атын жазуға болады, размерін өздеріңізге байланысты, мысалы қойып алсаңдарда болады. Оценивание, яғни бағалау. Балдық жүйеде болса, немесе бағаланбаса, наны бассаңыздар болады. Проходной балды мен 50-ге қоям деген сияқты, өз қалауларыңыз бойынша өзгертіп ала аласыздар. 50-ге қойып қояйын. Вопростарыңыз, мысалы, мына жерде попытка берсеңіздер, біреу деп қоясыздар. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша негізі осылай жөндеп аласыздар. Мына жерде верно дегенге, мысалы, жарайсың десек те болады. Мысалы, верно дегенге
жарайсың. Бағалау жүйесі ретінде жарайсың деп, неверно болса бізде талпын деп қойсақ болады. Талпын деп. Одан кейін мына жерде принимать частично верный ответті дегенді қойып қойсақ болады. Егер де оқушы бірнеше өзінің қателескен жауабын тексерсе, осылай белгілеп қоя аламыз. Применить. Сұрақтары вопрос бұл жерде ешқандай өзгертпей қоямыз. Келесі. Енді вопрос дегенге бассақ, мына жерде 14 түрлі тесті құрауға арналған мүмкіндіктер бар бұл жерде. Көріп тұрсыздар ғой. Бірақ вариантты, мысалы, бір вариантты дұрыс жауап болса, осыны. Бірнеше вариантты болса, мынаны белгілейміз екіншісі. Ақырын басқан кезде үстінде міне қарап тұрсаңыздар, бізге үлгісі тұр. Ақырын қарасаңыздар, міне числовой ответ деп тұр. Сәйкестендіру, мысалы, қарасаңыздар, стрелканың соңында өзінің шаблондары бар, көрсетіп тұр сіздерге. 14 түрлі эссе дегенге бұл жерде бағаланбайды. Мысалы, оқушыларға эссе түрінде де алсаңыздар болады. Шкала литера деп тұр. Қазір осы бойынша жеке-жеке жұмыс жасаймыз. Данные и слайды деп тұр. Данные дегеніміз осы Ispring квиздікі, ал слайд дегеніміз, міне қарасаңыздар, жаңағы менің данныйының слайды. Көріп тұрсыздар ғой, осы 14 түрлі бойынша біз қазір жұмыс жасаймыз. Оны келесі видео